Авторитет, не забывай свои корни. Слыши на порядок, выше братом помни. Он не время змеи жаре, даже станет диди. А есть проблема, есть проблема, пидиди. Я занятый тормошенными созим Трамп. Все мало мирит, не халал и не харам. Да на бумасам, да писанин, да сунды сан. Миссинный крысы не гора, балдял моя мама. Я давно в этом дыму сета пурпура. Братья лезут вверх, братья мастера паркура. Братья любят кэш, мы заработаем их фуру. Ветер снова скорит этот день, не выкинет окурок. Никто вообще сказал, что ты особен. Там не все вовлечены в один пиздец, и кто на что способен. Ты живешь в потоке хлама через логин. Сколько лайков наберет в итоге фото на твоем нагробе. Берегись, везде соблазны и пороки. Миты сердце словно его ясен приложили шокер. Так что в аккурате ахи и все ты блоки. Когда за спину семя, то уже похер, кто напротив. Сыра, там не мы реке за сыра. Эй, на лана карада, вызазы не сыра. Сыра заман бэд, джадам базаран. Все заманы с гермиди, воздерги надам. Все, что потерял, это немыслимо. Боги мы едины, это истина. Через спину закрой брак, пызыком сраз объявили едем со сраным акшасом. Ты по-моему сызым кожасым, жасым сажамы. Миным кожасым, даже сырада, не сабы. Жирик чабр, дабр, непонятный движ. Может уже где малый керик, батюха слышь. Кармане мани, да, рядом храни, да. Я меня сынай, мы ночами мармани, а. Посадава я, мама садава спать. А так-то сужа тобой до баттеров ебать. Это хип-хап, и конечно у меня есть хапка. Символ на себе без себе, без сена, полон тряпка. Харан сингурмендик, без тувал гала дожда. Жарты жуда, шунгурисен, казак так барижда. И казак прикину всех, кто балда подкастит. Хунди шакра, да он меня мардон гельмиля. Меня что солидим, лесу меня комплексируем. И сейчас заранее, мага наебет пеем. Все, что потерял, это немыслимо. Боги мы едины, это истина. Еле спит и заткой прах. Бызинким сраз собери рядом со сраным акшасын. Аллы можно, нет нельзя. Тарих тыгами жажам, и толсты сагалам дося. А так тугаев круста, так что лаем дома. Алмата привет, я ворджан и бегай гайляма. Чисто на уважение, чисто без грязи. Сколько времени прошло, я также на связи. Это не удача, это скилл, это бот. Это сука стаж, это левым блок. Укунешься сәуледе, балда сәуле көрмейді. Бізді не өттірмейді, слушымайды дейді. Көбі түсінбейді, мүмкін көбі білмейді. Тағы да қайталан сәуледе, балда сәуле көрмейді. Әр видеоңыз өте пайдалы дейді. Рахмет, қыздар. Рахмет, Сымат ханым, сіздің видеоларыңызды көріп еркелеп, сұрап үйрендім майысып дейді. Әні. Рахмет, қыздар, егер бір адамның өмірі мен видеоларымнан өзгеріп жатса, демек бүгін менің күнімнің бекер өтпегені. Рахмет. Я оқыңыздар, тыңдаңыздар. Жаман нәрсе айтып жатқан жоқпын ба жұрт? Көшедегі шпат, өлең карта. Шындық сәбиде, шындық карта. Боди артта, ствол болса белде. Проблема менде емес, бля, проблема елде. Эфир желіде, өзім болса сапарда. Ходит слухи, что он до сих пор бежит от гепарда. Не пыдай, не резон, интереснеде. Кезі трэп менде, той за түбекте шашадың деме. Шашағаннан ғашырқасын, армен намысың айда, өзің ақтасын. Аяқ асты болса да сәт пісті. Ал пыстай авысты, пока тұрғанда асты. Сағым сымады, анша тырыса да жыл сожыттарың тізімінде бірінші тұр. Әрбір айтылған сөздер зегесін табат. Сенде флоу бар болса, қалолымда бар махаббат. Махаббат балгер желательно бәкем. Бірақ шыңғысқан деп қойған негізде әкем. Жеңіл қара өмірге шыбыннан пістемей. Мутты басаң десем путь стемит. Яйца зазвенели, это перемена. Лайк бас қойыңыздар. Конкретно уверен, уже 15-й год ваш покорный. Инстаграм лайк басып, самолетик жіберіп қойыңыздар таныстарыңызға. Сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер. Стрёмно, картаганым не спля. Пиздец, бля, ойлама
Ақпын отсқыл болам деп сөйтсем уақыт өтсе тонық цепи секрет құпия жоспарларыңды жасыр газ құйпай ешкім түлкі кім қасқыр кім күлкі кім хайп кімде қандай вайб ал біз отырып картада күнде шашты жайып знай қайдағы 520 420 же көңілің толды ма менің эфиріма да толды деп ойлаймын бля толық сен мені таппай тұрғанда өзім маған жол цепи серги нет ашу о сені крашу курю анашу болғанда қалай просто былай жай 5-6 напасно все дорогой прощай жанымда стриппишін атта өткен ол ақшаның ата ал мен көлік жұмайын башландым онан ағар ал сенің бар өмірлік табысың 40.500 Бля, бұл не жүріс, ақша адам деп жады, значит мен бұзықпын Саңсыз заттарға, кішкентайымнан қызықтым Қанша адам кетті, бірақ бәрін помним Как сказал 50 раз богатели, сдохни Тезірек тездет, сука, сыны ойында болмасын Анаңды жылатпа, жылатсаң ұтыласың Ашаң ұтыласың, ойындағы жүктен Ертең де өтіп кетпіш өмірден Басқа бүгіннен, түшінен дәл қазір Нәпсіңді тей, беліңді жасыр Көктіңді көптер, еңбек еткен молда Ұрлама, алдама, құрметпен жүр Басқа бүгіннен Ішінен дәл қазір қалдырма ертеңге тек дәл қазір өтпер емес нүктесін қойш дәл қазір көзіңді ашты деп ойлайм батыстың газы батыстың назы батыстың жаны қай не болса да біз біргеміз қазақтар қайтпайды аспан аямайды аработ салған сорларды айналдырған азбы тонауларға бұл бауырларға сол дүниеге қайтпаған кімбісін бұлай боларын ешкім айтпаған кеше ғана жаңа жыл ал бүгін мынандай жағдай сабыр мен саулық бере гөр бізге құдай бұл бауырларға сол дүниеге қайтпаған кімбісін бұлай боларын ешкім айтпаған кеше ғана жаңа жыл ал бүгін мынандай жағдай сабыр мен саулық бере гөр бізге құдай В чате затишье дейді. Нет, Инстаграм маған сообщение жіберіп жатыр. В чате затишье дейді. Мына жақта Инстаграм отыр. Сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Инстаграм, тикток бірге. Еңлік Ержан қыздар. Сәлеметсіз бе? Сәлем. Қалыңыз қалай? Жақсы қыздар. Өздеріңіз қалайсыздар? Бір-екі сағат эфир жүргізейін сіздер үшін. Жазыңыз. Красавица, дейді. Рахмет, қыздар. Красота в глазах смотрящего. Жақсы нәрсені көретін адам любой жерден жақсы нәрсені көріп алады. Хорошо? Прям сіздің көзіңізде ол. Вы прям везде найдете эту красоту. Егер адам сұлулықты көрмейтін болса, болды ғой. Ол көрмейді сенен. Точно так же мы от этого взгляда и қасымыздағы адамдардан да страдаем. Алло, здравствуйте. Енем сөйтіп айтты деп отырасыздар. Вообще басқа тұрмау керек оған. Айтыңыз, қош келдіңіз. Здравствуйте, я хотел узнать, у меня нету отношений, я хочу себе отношения. Как это сделать? Захотеть? Ну да, я хочу себе отношения. Мне вот 20 лет, у меня не было ни разу отношений, я бы хотел себе, иметь, получается, девушку, но у меня никак не получается. Не нужна тебе девушка, ты учись лучше. Зачем тебе на эту любовь тратить свое время? Оно придет само, поверь. Ты лучше учись, ты сейчас учись, чем самые прекрасные годы отдавать, честно. Лучше, развивайся, учись, езди, по другим странам езди. А своего человека ты встретишь. Зачем тебе девушка? Тебе нужно встретить своего человека. Как қазақша десе. Қойыңыздар. Понятно. Учись, развивайся, что ты сидишь и этот. Вообще не комплекс. Айтыңыз, Оразкүл, қош келдіңіз. Постоянно кіресіз. Не қосылып кеттім ше. Болды, жарайды. Лайк басып атқан ғой. Рахмет. Баса беріңіздер.
Үстіне басыңыздар, мынау. Мен бетіме басыңыздар, бетіме. Мынау камераның ше. Сол кезде лайк. Астына баспаңыздар, а то запрос кетіп қалады. Қазақша сұрақ қой дейді. Сұрақ қоя беріңдер, Инстаграм. Екі жақта да қосылып тұр, қыздар. Измена. Конец старых или начало новых отношений? Жана, мына жерде айтып жатыр ғой, қыздар. Мына кісі айтып жатыр, Сымбат ханым, вы красавица деп жатыр, да? Біреу мен красавица көреді. Біреу өзі не көргісі келеді, соны көреді. Біреу мен артық салмағымды көреді. Біреу мен қасымды көреді. Біреу мен түрімді көреді. Біреу мен өзімді көреді. Так что красота в глазах смотрящего. Егер сіздерге біреу бір нәрсе айтатын болса, ол мен деп ойламаңыздар. Бетіңізге басып жатырмын, батысып жатырмын дейді. Бола берсін, баса бер. Лайкты айтып жатсың ба? Аха. Со айта салайшы, ертең күйеулерің саған сондайсын, енең, көршің, мамаң саған сондайсын десе, вы знаете, прям сен сондай болатын болсаң, басқа адамдардың да ол жақсылығын көріп тұр ма ол адам? Өмірге көңілі толмайтын адамдардың көзімен өзімізге қарауды доғарайық, қыздар. Күйеу саған толықсын дей ма? И что де? И что? И чё? Дальше. Мое тело, мое дело, аха. Күйеу үшін арық болып, күйеу үшін толық болмаңдаршы, өздерің үшін. Ассаң да өзің үшін, семірсең де өзің үшін. Хорошо? Күйеу үшін жасамаңдар, они этого не оценивают. Для себя делай. Тамақ істейсің ба, для себя делай. С мужем хочешь заниматься любовью, для себя делай. Қазір кет қамасын бұл, бит қамасын деп емес, вот для себя. Всегда все делайте для себя. Рожаешь ребенка для себя. Уважаешь для себя. Хорошо? Лайк бас жүрек. Сол бір жаңа 20 жастағы жана бір бала кірді ғой. Қош келдіңіз. Здравствуйте. Отырмаймыз, бір-екі минутта сразу сөзін айтпаған адам. Жана бір жас бала кірді ғой. У меня нету отношений, чего делать деп кірді ғой. Мысалға, мен өзім 20 жасымдағы жаңағы Сымбатқа айтатын болсам, сол жігіт қуалап, байға тимек бар, оқуыңды оқы деп айтатын емес, шынымен. Оқуыңды оқы, кітап оқы, шетел арала деп айтушы едім мен соған ше. Сол Сымбат. Көшімізден қалып баратқанда кеттік қой байға, көшімізден. Дым білмей кеттік қой. Ол да дұрыс енді, но все равно. Кішкене білім болсаңыздар. Қалайсыз? Өздеріңіз ешкімге ренжіттірмейсіздер, қош келдіңіз. Жақсысыз ба, денсаулығыңыз дұрыс па? Жақсы, рахмет. Сымбат ханым, сізге бір сұрақ. Енді сіз жаңағы не әйелдер жағынан психологсыз ғой. Әйелдер жағынан психолог емеспін мен. Мен барлық жағынан психологпын. Барлық жағынан. Болды, дұрыс түсінбеген шығар, может. Сізге бір сұрақ, например, қараңызшы да. Мен 2006-да үйленгем. Бірінші әйеліне 5 балам бар. И 2012-де енді жас болдық, жігіт болдық, ары бері тағы да кездесіп жүріп тағы бір қыз туғызғам. Қызым уже 13-ке толды. Соны үйдегі бала шағаммен қалай араластырып жүрсем болады? Енді ешкім ренжімейтіндей. Үйде, например, 3 қыз, 2 бала бар, қыздар ер жетіп қалды. Сол қалай болады екен, бас қатып жүрді, кезінде істерім істеп алып, енді жауапкершілігіне де нету керек қой, соны қалай істесем әдемі дұрыс болады. Балалар да келіншегім біледі. Балалар да ренжімейтіндей жаңағыдай, сосын примерно түсіндіре алдым ба? Түсіндіре алдыңыз. Сол қалай соны грамотно істеп, енді ол қызды да енді қызым ғой, өзім жаңағы фамилиямды, отчествоны бәрін бергем. Енді бауырлармен араластырғым келіп тұр да, оны енді менің қызым, мен ona туылғаннан бастап ешқандай отказ бермегем, соны енді өзінің бауырлармен араластырып, әдемі бәрі бір-бірімен. Мамасы қайда ол қыздың? Астанадамыз ғой жалпы бәріміз. Мамасы қасыңызда ма, жаныңызда ма? Жаңағы қыздың ба? Жанында емес, ол бөлек тұрады ғой өздері. Қатысыңыз жоқ, Қатысым жоқ ешқандай. Тұрмыста ма ол кісі? Жоқ, тұрмыста жоқ. Былай құраластарыңыз бар ма дегенім ғой, түсініп тұрсыз ғой, ересек адамсыз ғой. Жоқ, түсініп тұрмын, онда аралас құралас жоқ, бірақ енді общий темада қыздың жаңағыдай вопростары болып жатса хабарласып тұрамыз, иә. Қандай вопрос қыздың? Енді жаңағыдай ауырып қалды, тісін істету керек, киім әперу керек деген моменттарда. Папа, мамасының өзімен бар ма связь?
мамасы звондайды ғой енді, қыз ауырып қалды, жаңағы тіс ауырып қалды, болмаса киім әпересің ба, мектепке нетесің ба деген секілді моменттерде звондайды өзі, иә. Түсіндім, молодец, аха. Мамасына ше доступ бар ма? Енді біз 2017-тен бері сіздің сұрағыңызды түсіндім, бір-бірімізге жақындығымыз жоқ. Соны білейін деген ғой, просто ана жақтан мына жақтан алып жүрсіз ба дегенім ғой, иә. Қыз мәселесімен сол сөйлесіп тұрамыз, болды, басқа ешқандай лишний бүйтіп бір-бірімізге деген лишний не жоқ. Тұрмысқа шықпады ма? Тұрмысқа шықпады. Енді мына сол қызым айтады да постоянно, әке, мен әпшелеріммен, інілеріммен араластырсаңыз, анау мынау деп соны нетеді. Енді бұл жерде бір несі, шындығымды айта кетейін енді. Ол Құдайдан жасырма, адамнан жасырмайсың. Үлкен қызым 19-да. Үлкен қызым 19-да. Сол қызыммен таныстырып қойғам, үлкен қызыммен. Қызым осындай, сен әкең осындай неткем, енді істеген нәрсені мойынмен көтеріп жатырмын. Сен мына қызды, мынау сіңілің болады, бірге киноға барып тұрыңдар деп екеуін араластырып қойғам. Енді тағы да мына жақта төртеуі тұр ғой, сол қалай деп тұрмын да сол. Бұл қыз қаншада? 13-те, үлкен қызым 19-да, екеуі араласып тұрады, екеуін таныстырып қойғам. Сіз бірге киноға барып тұрады деген секілді. Үлкен, енді қызым 19-да болған ақыл тоқтатты, мен қызыма түсіндіріп айттым, қызым осындай, әкең осындай істеген кезінде, енді істегенін мен мойынмен көтеруім керек. Мен енді сендермен араластыруым керек, сендер бауырларың бұл. Қанша жерде не болғанда жағдайда да. Сендер мені дұрыс жағынан түсіндірді. Үлкен қызым түсінді енді бәрін. Енді или түсінген кейіп келтірді, бірақ сіңілісімен араласып киноға барып сөйтіп тұрады қол қосылған кезде. Енді тағы да екі қыз бар ғой. Көрдіңіз ба? Одан кейін екі бала. Енді екі балалардың енді шли қатты оларға нетіп тұрған жоқпын. Оларды еркек қой, ерте уақыт келгенде түсінеді өздері. Қыздар просто бәрі әкесінің қыздары да кішкентай кезінен бастап бәрі әкелеріне жақын. Мен олар үшін святой адам, бір сөзбен айтқанда. Осы ата-ана болған адамдардың бір жаман жері бар да, ертең өздері де түсінеді ғой деген нәрсе да. Бір автоматтан қарғыс түрде кетеді да, ертең бұл да сен басыңа түседі, сен де еркек боласың деген сияқты ше. И сол нәрсені түсіну үшін олар сол нәрседен өту керек болады да. Бірақ ешқандай бала өзінің әкесін бөліскісі келмейді, біліңіз. Сол енді бөліскісі келмейді. Арбаны да сындырғыңыз келмейді, өгізді өлтіргіңіз келмейді, еще за измену спрос болмағанында қалап тұрсыз да. По-любому вы одно из двух бәрі выбирать етесіз, бірге алып жүре алмайсыз, сразу айтамын. Ол үшін әйелдің көңілін сындырасыз ба, әйелдің көңіліне қарсы шығасыз ба, әйтеу бірдеңке болады. Бірақ сразу айтамын, үйдің тыныштығын әйел ұстайды. Егер әйелден сенімділік кетсе сізге деген, сразу айтамын, өміріңізді аталаға айналдырады. Быт жадын шығарады өміріңізді. Миыңды жеген. Баратын, егер айтатын болсаңыз, желательно потеря иметь ететініңізді біліп барғаныңыз дұрыс. Келіншегім біледі, мен сізге айтпым, басында айттым ғой, келіншегім біледі. Енді просто мен бұл жерде келіншегіңіз біле ма, бірінші келіншегіңіз? Келіншегім біледі, иә. Болды, онда таныстыра беріңіз, проблема жоқ онда. Бұл жерде қыздарым көңіліне қарап тұрмын да, мен мәселе сол болып тұр. Қыз өзі сөйлеседі ма, мамасын айтыңыз оны, онда бәрі нормально. Әйеліңіз ренжімеді ма? Или сен араластырсаң да араластырасың, араластырмасаң да араластырасың деп условия қойдыңыз бұл кісіге. Жоқ, ондай условия ештеме айтқан жоқпын. Ол қызым сол моментте туылған кезінде ақ білді ғой келіншегім. 2013 жылы білген оның бәрін. Сонымен ошым қазір енді басқарып жүр ғой, уақыт. Жоқ, әйел білсе болды. Нормально ғой, она себя хорошо чувствует. Айта беріңіз балаларға, ештеңке жоқ. Все, рахмет, Самат ханым. Бірінші әйелін білсе болды ғой. Просто бала-шағаның будущий отношениясы примерно қандай болады, соның бір екі-үш вариантын айтып жүрсеңіз дұрыс болар еді. Сіздің әйеліңіз, мен сізге қайталап айтамын, сіздің әйеліңіз бұл ситуацияға қалай қарайды, ертең сіздің балаларыңыз да солай қарайды деймін. Ол әйелге байланысты, ол балаларға байланысты емес. Сізге де байланысты емес, ол ана әйелге байланысты. Әйелмен сөйлесіңіз оны.
Әйел все нормально, анау мынау десе, ол өзінің балаларына преподносить етіп береді. Егер әйел қарсы болатын болса, онда ол вообще балаларда ешқандай ештеңке жоқ ол. Әйеліңіз келіспей тұрған сияқты ғой, иә? Келіншегім араластырмаймын деді да, просто соның мен несін таба алмай жатырмын да енді. Мен сізге айттым, ол сіз болмайды. Соған варианттарын айтсаңшы деп отқаным сол ғой енді. Мен сізге айттым варианттарын. Егер өзіңіздің тыныштығыңызды қалайтын болсаңыз, сіз әлі өстіп 40 жаста жүрмейсіз ғой өмір бақи. Дұрыс па? 2000 қаншасыншы жылы үйлендім дедіңіз? 2000 жылы, 2006-да дедіңіз ба? 42-демін қазір. 42-десіз. Енді сіз өмір бақи 42-де болмайсыз ғой, сізге әлі болашақта тыныш, кәрілік шақ керек біліңіз. Енді қызымды да забортом қалдырамаймын ғой, көрдіңіз ба? Забортом қалдырмай қойыңыз, бірақ бәрі таңдау жасайсыз. Потому что өткен өмір бүгінгі шаққа әсер етпеу керек. Егер сіз ана жаққа да барам, мына жаққа да барам дейтін болсаңыз, біліңіз, екі ортада таусылып кетесіз. Олай болмайды, өйтіп ақылды болмай қойыңдаршы, ер азаматтар. Өйтіп прям екі жақты қатар ұстап жүрем деп ойламаңыз. Потому что сіздің әйеліңіз, ана қыз кімге баратырмын, Әселяға кетіп баратырмын деген кезде ана әйел уже кетті ғой, болды, миында догадкалар. Сол үшін забатом или бірінші отбасын қалдырасыз, или екінші отбасын. Өзіңіз тыныштығыңызды таңдауыңыз керек. Егер сол қызыңыз сізге тыныштық беретін болса, болды, сол қызды таңдап, сол қызбен тұра берсеңізші. Так тоже можно. Жоқ, мен жаңа екі әйелді бірдей ұстаймын деп тұрған жоқ, маған екінші әйел керек емес. Екі әйелдің баласын бірдей ұстаймын деген, ол екі әйелді бірдей ұстаймын деген сөз. Біліңіз. Сіз ақылды болмай қойыңыздаршы, ер азаматтар. Мен ақылды болсам сізді сұрамас едім ғой. Мен сізге айтып тұрмын ғой, сіз бір жоқ, ол әйелдерде тұрған қатысы жоқ. Қалай сен ол қызыңа доступты сол әйел арқылы жасап отырсың? Сен қызының өзіне емес, сен әйел арқылы жасап отырсың. Бірақ что-то бірдеңе жасырып тұрсыз өзіңізге, қарасам ше. Болды, бірінші әйеліңіз келсе, бірінші әйелмен жасай берсеңізші. Болды, жаным, мен сені сүйемін, мен қалам, бірақ аналар араласу керек, үйге келіп кету керек дейтін болсаңыз, болды. Сол кісі мен қалам десең, сол кісі шешеді ғой. Егер жоқ, ол кісінің іштеңкесі ойы да, көңілі де керек емес, мен балаларды ғана табыстырам десеңіз, олай да болады. Бірақ біліңіз, әйел адам егер көңілі тыныш болмайтын болса, болды ғой. Бірінші әйелмен тұрамын ғой, по-любому, ол вопрос не обсуждение. Құр тұрмаңызшы, мистер Икс, құр тұрмаңызшы бірінші әйелмен. Оның көңілін, өмірін, сізге деген жіберген уақытын, энергиясын бәрін сыйлап тұрыңызшы. Құр тұрмаңдаршы, құр тұрған сүлделерін міндет қылмаңдаршы. Әйелге безопасность керек, әйелге уверенность керек сіздер жақтан. Сол жаңағы енді, ол бірінші әйелім жақсы көремін, уважать етемін. Ол біз көп нәрсенің жаңағыдай дос ретінде сөйлесеміз, андай не, бізде бәрі нормально. Просто енді жігіт болдық, жүрдік деген сияқты да, енді кезінде істеген нәрсеге жауап беру керек. Мен соны жауапкершілік жалпы сезінетін жігітпін, сондықтан да мен соны нетіп отырмын. Енді жауап бере берсеңізші, сіз қызыңызды тастамапсыз, вы молодец. Тастамапсыз, молодец. Бірақ екеуін қосам деп отқаныңыз, бәрі бірінші әйелге барасыз, рұқсат аласыз. Соны енді қалай сөйлесу керек деймін, қалай сөйлесу керек, бүйтейік, енді балалардың неге нәрсе бар, аралассын, бауырлар ғой, бәрі ертең түбінде өліп бара жатсаң айтасың ғой, например, балаларыңа бар ана сіңілдерің деген сияқты, например, дұрыс па? Өліп бара жатсаң айтасың ғой. Олармен араласады деген сөз емес қой, мистер Икс. Сізге табыстап кететін шығар, енді өліп жатқан кезде тапсырып кетерсіз, бірақ олар кейін араласады деген сөз емес қой, енді бар деп біліп, бір анда-санда бір тойдан неғылады шығар. Соны енді қазірден бастап араластырсам ба дегенім ғой, енді менің ойым. Араластыра аласыз, молодец, өте күшті сұрақ, бірақ бірінші әйелсіз болмайды. Анау 60-ға келіп, 70-ге келіп, жаңа өліп баратып, қызым аяқта сіңілің бар дегенде уже поздно болады. Бәрінің отбасы жайғасып кеткен, бәрі мынау олардан 40-та болады, 50-де болады, уже өзі олар точно араласпайды. Сол қазір мен соны дұрыс вариантын тауып, бәрін грамотно келтіру керек, енді өз қателігіңді мойындап тұрлау керек қой. Жаңа бас тартып бір жаққа қарай, ойбай мына әйел мен деп ана қызды шетте тастап кеткен болмайды, оның да жауапкершілігі бар. Мысалға былай қарайыншы, менде екінші отбасым бар. Мен қазір екінші тұрмыстамын да, мен бірінші отбасыдан балаларым бар. Бірақ маған по-любому таңдау керек болды.
И ол ашық, анық. И мынау баласы бар әйелдерде сіздер соны бірінші қазірден шешіп алыңыздар. Баланы неге орынға қоясыз, өзіңіздің күйеуіңізді қай орынға қоясыз, әйеліңізді қай орынға қоясыздар, сразу біліп алыңыз. Сіз қазір өзіңіз үшін орындар таңдап алыңыз, содан кейін ол қызды алып кіргізесіз. Егер ол қызға сіздің өміріңізде бүгінгі күнде орын жоқ болатын болса, өкінішке орай кіргізбейсіз. Сізге таңдау жасау керек болады, по-любому. Балаларды таңдайын деп, күйеусізде, әйелсізде қалуға болмайды, біліңіз. Әйелім бар екен деп балаларды ұмытып кетуге де болмайды. Бұл жерде по-любому сіздер выбор жасайсыздар, по-любому. Өгіз өлмей, жаңа арбаны сындырмай жасап кете алмайсыздар. Потому что адамның көңілі деген нәрсе бар. Ертең сіз бір адамды ортаға кіргізем деп, ана әйелдің байқұс көңілін өлтіріп қоймаңыз, е. Мне кажется, у вас просто чувство вины, честно. Ана қыздың алдындағы чувство вины өлтіріп баратыр. Сіз біліңіз, чувство вины бар болса, егер кінәлі сезім бар болатын болса, ол жерде махаббат да, құдай да, ештеңке де жоқ. Сіз просто мына мойныңызға мынандай бір күрчек іліп қойды да сіз мына жеріңізге. И сонымен бүйтіп сүйретіліп жүрсіз, болды. Әшейін бір кінәлі сезім сізді жетелеп жүр да. Тоймайды ол кінәлі сезім, тоймайды, толмайды ешқашан оның орны. Кінәлі екен факт қой енді, ол шындық қой. Онда кінәлі сезіммен жұмыс жасау керек мырза сізге. Сізге психологқа барыңыз, соны жіберіңіз бірінші. Баланы жасадың, например, да, дұрыс па? Оның бәрі осознанно болды кезінде, да. Кәдімгі бүйтіп мастықпен бүйтіп қалып сөйтіп қалып деген әңгіме жоқ. Осознанно істелген нәрсе. Енді бұл жерде адам өмірге келгеннен кейін, енді ол давай деп тоже кете алмайсың да, бұл жерде. Действительно жауапкершілік кінәлімін деп мен мойнымда тұр ол да, бүйтіп көрдіңіз, жоқ, сізді қайтан айтамын, сізді кінәлі сезім билеп тұр деймін. Сізді саналы түрде кеп тұрған жоқ сіз бұл нәрсеге. Саналы түрде кеп тұрған жоқ, сізді кінәлі сезім әкеп тығып қазір. Ертең кінәлі сезім арқасында өзіңіз отбасыңыздан айырылып қалмаңыз. Ертең аналары соңғы барыңдар я деп жылайтын болса, ертең сізді кінәлайды. Сол 5 балаңыз 5 овчаркаңыз болып кетпесін, абайлаңыз. Шешесін қорғайтын. Бірден кіргізе салдым да, күшті болып кетті да, 6-ға ойнап жүр деген. Жоқ, ол сатқындықтан туылған бала ғой ол. Ол сіз солай ойлайсыз, ал әйел басқа ойлайды. Әйеліңізбен сөйлесіңіз, сұраңыз. Ой, әйел көңілін тапсаңыз бәрін реттеп береді. Что-то вы не договариваете. Если сізге әйел әлі күнге дейін рұқсат бермейтін болса, әлі бар шығар осы ходоктар, іздер бар шығар, жүрген. Енді сіз өзіңіз әйелсіз ғой, сізден семья құрып, нетіп отырсыз, например, біз келіншегім екеуміз жоқтан қосылғанбыз. Бізде үйленген кезде дым жоқ еді, Астана квартирада тұратынбыз. Мен 2010-11 жылдар жағдайым Аллаға шүкір жақсарды. Мен сонымен ары бері менде жаңағыдай лишний уақыттар көбейді, сонымен ары жүріп қалдым да, көрдіңіз ба? Көрдіңіз ба, кінәлі сезімнен сөйлеп жатыр қыздар, көрдіңіздер ма бағанадан бері? Кінәлі сезім, сөзі сөйтіп қалды ғой, сөзі бүйтіп қалды ғой, сөзі деп жатыр да. Болды, оның бәрі өтіп кетті, ұмытыңыз болды. Бірақ бүгін сіз қыздың әкесі бола беріңіз. Егер бірінші әйеліңіз дайын болмаса, біліңіз. Ана жақтан не істей беріңіз, өзіңіз әке болып жүре берсеңізші. Бірақ сразу айтамын, өткен өмір бүгінгі күнге әсер етпеу керек. Біз бір кезде, бір мезетте бәрін бірге ұстап жүре алмаймыз. Кінәлі сезіммен жұмыс жасаңыз, кінәлі сезім құртады сізді. Анау қыз үшін бәрін тастап кетесіз, мына 5 бала тұрса да, сіз қыз үшін былай кетіп қалуыңыз мүмкін да, ертеңше. Ауырып жатыр деп 5-еуін тастап. Гуля, күте тұршы, қазір ана жақта әсел ауырып қапты деп, мына жақтағылардың бәрін тастап. Понимаете, ол тағдыр. Кейбір балаларға әкесіз өседі, кейбір балалар. Ол тағдыр. Тағдыр ол. Егер оны әкесіз өсуін, сіз екі кезде бір стульчик отыра алмайсыз, екі кезде бір кемеде отыра алмайсыз, екі кемені, бір уақытта екі кемені бірдей жүргізе алмайсыз сіз. Әшейін бүйтіп тыға салайшы сен. Гуля, енді сен түсінсең де түсінбесең де осы дегіңіз келіп тұр, сөзіңізге қарасам. Жоқ, олай неткім келіп тұрған жоқ, маған келіншегім сол бүйтіп өзі. Бала ауырып жатыр десе, неқта 5 баланы тастап жүгіріп кете бересіз бе, шыңыз айтыңызшы. 5 баланы тастамаймын ғой, 5 баланы үйде ғой, ешқайда қаңғып жүрген. Енді неқтағы өзіңіздің күйеулік орныңыз тастап неқа кетіп қаласыз ба? Жоқ, қыз ауырып қалса, например, скорый шақырады, анау деген сияқты больницаға бару керек болса, барамын мен да. Ол жаңа тастап кетті деген, соның сөзі түсіне алмай тұрмын мен.
ешкімді ешқайда тастамағам. Әйеліңізде де өстіп айтса, өсіп тұрады шығарсыз, әйеліңіз өте қиын шығар. Мен әйелдің сөзін сөйлеп тұрған жоқпын мен сізге. Мен сізге ертең сіздің болашағыңыз тыныш болсын деп қазір мен сізге алыс жақтан алып тұрмын. Бүгінгі күнге, бүгінгі сәтке тураны кінәлі сезіміңізден қарайтын болсақ, я тура сөйтсем, бір көңілің тынышталатын болады, бір көңілің бір орнына түсетін сияқты. Бірақ 5 бала ол анасы рұқсат берсе де 5 бала қалай қабылдайды, ол Құдай біледі еще. Осы жерде бар, қыздармен мен жұмыс жасаймын жеке. Бірінші отбасында қыз, екінші отбасына келген кезде бұл біздің папамыз деп екеуі ұрсатын болатын. Содан таңдау жасайтын болған, мен оны өзім практикамнан білем просто. Сымбатхан, Әкесі өстіп таныстырам дегенде, сөйтіп анау менің папам деп таласқанда өте жаман. Сол үшін сырттан папа болып жүре берсеңізші, айтыңыз. Сымбатхан, тура мен сияқты жігіттер бар ғой, өте көп. Бірақ ешқайсысы ешкіммен ақылдасамай, нетамай бас ауырып жүрген жігіттер өте көп, мен білем да. Мен просто Құдайдан жасырма, адамнан жасырмайын деп, мен сізге мына жерде 700 адам алдында сұрап отырмын, мен оны жасырмаймын ешкімнен да. Сізге айтатын бір-ақ адам бар, ол сіздің әйеліңіз. Сіз әйеліңіз, бұл басқа ешкімге айта алмайсыз, сен психологқа бар, басқаға бар. Қазір мен саған барып 5 бала бүйткен кезде сен сөйтіп сөйле, сен сөйтіп сөйлегенде бүйтіп сөйле деп мен өйтіп айта алмаймын мен. Болмайды. Жаңағыда дұрыс шешім қабылдап, осының бәрін әдемілеу керек қой, бір сөзбен айтқанда. Дұрыс шешім деген нәрсе жоқ, таңдау деген нәрсе бар. Таңдайсыз. Таңдайсыз сіз. Таңдау бірінші семья или екінші қыздың жаңа шешесімен бірге болу деген мағына айтып тұрсыз сонда? Жоқ. Ана өзіңіздің тыныштығыңыз ба, жоқ қыздың тыныштығына, соны таңдаңыз. Екеуі бірдей болмайды. Көрдіңдер ма? Арбада сындырғысы келмейді, өгізді өлтіргісі келмейді. Қандай күштісіңдер, иә? Дұрыс емес па сонда, Сымбат ханым, менің ойым, сіз өзіңіз айтыңызшы былай. Сізге бәрі дұрыс. Мен сіздің өміріңізге мынау дұрыс, мынау дұрыс емес деп кіріп бөлуге хақым жоқ вообще. Бірақ сіз әкесіз, сіз әке болып қалыңыз. Бірақ әке, сен білші, сен өзіңде жеке өмірің бар. Жеке өмірің бар сенің. Да. Өзі дайындалады. Дайындаңыз адамдарды, дайындаңыз, бірден келе алмайсыз. Бірақ обязательно чувство винамен жұмыс жасаңыз, потому что чувство вины өте андай өкпе, реніш, ашу, ыза, кек деген бір жаңағы нелер бар ғой, қатты негативный сезімдердің ішіндегі ең ауыр разрушительный сезім. Прям разрушительный. Сіз қазір сонда мен жауапкершілік сезімнен келіп тұрған жоқ, сіз чувство виныдан келіп тұрсыз. Ана чувство виныдан құтылу үшін сіз бәріне барайын деп тұрсыз. Абайлаңыз, өміріңізді разрушить етіп алмаңыз, иә. Өзіңіз не ана қыздың қасында емес, мына балалардың қасында емес, бір өзіңізге жау қылып алмаңыз. Ондай болмайды. Ол үшін еркектер ойлайды, мен керемет боламын. Жоқ. Әйел үндемейтін бір күні, ой, мясорубкаға салып фарш қылады сен. Біз мынау тілімізді у шығады или не шығады ғой? Әдемі сөз шығады ғой. Әдемі сөз шықпаса, біз мына тілімізбен кесіп тастаймыз сізді. Чұқалап. Сіз соны ойлап тұрған жоқсыз, сіз қазір 42-дегі ойыңызбен. Болашаққа қарасаңызшы. Дұрыс айтасыз, кезінде жасаған үшін жауап бересіз деген сол, иә, жауап бересіз. Бірақ әкесі ғой, молодец, тастамапсыз. Ақшалай беріп тұрыңыз. Бірақ бірінші әйел келіспесе, жоқ. Сол сіздер жақта Астанада жақсы психологтар болу керек, сол барып кішкене чувство винайды проработать етсеңізші. Енді қараңызшы, Сымбат ханым, келіншегіме сенем да, біз енді почти бала кезден біргеміз ғой. Мен үйленгенде келіншегім 19-да болды, мен 22-де болдым да. Мен келіншегім көндіре алатын білем. Мен бүйтіп отырып, например, бір жерге шығып, демалысқа шығып, бүйтіп мен келіншегім көндіре аламын. Ол жағынша балалар қалай болады деп тұрмын да, көрдіңіз бе? Келіншегім көндірдім, келіншегім болды, рұқсатын берді, мен қызды үйге алып келдім, келіншегім тұрды да, қыздар, балалар, мынау сендердің сіңілдерің, енді таныстырамыз. Келіншек көнсе болды, вопрос жоқ, вообще вопрос жоқ. Қыздарым көңіл деп тұрмын да. Мило әкеле беріңіз.
Смотрите, любой ребенок смотрит на этот мир только через призму мамы. Вот через призму. Мама кого ненавидит, бала соны жек көреді. Мама қайда қарап мұңайып тұр, бала да сол жаққа қарап мұңайып тұрады. Ту мамам қайда қарап мұңайып тұр екен деген сияқты ше. Бір әйелдер сондай жүректері кең болады, кіргізе алады, а бір әйелдер кіргізе алмайды, көтере алмайды, себебі жүректері оны. Қатын үстінен қатын алмайды, баласын алып кеп, жаңа 5 баланың арасына қосқысы келіп тұр. Келіп, кетіп, не қылғанға ше. Болды, әйеліңіз келіссе болды, келістіре алсаңыз болды. Вопрос жабылды, мистер. Все, жақсы, сау болыңыздар. Сіз келісіп отқан жоқсыз ба әйеліңізбен, содан кейін келіп тұрсыз ғой. Бәрінің әйелдері соны рұқсат берсе жүрмейді. Бәрібір шығарады ғой, ертең балаларды қарсы қояды. Әйелдер қазір шыдап жүр, изменадан кейін еркектер тыңдасыншы. Әйелдер қазір сіздерді шыдап жүр бала үшін. Сіз біліңіз, ертең сол балаларды сізге қарсы қояды. Сол балалар сізге қарап үретін болады, әлі көресіз. Сіз ойлап жүрсіз ғой, мен изменаны кешіріп жатыр бұл қатын. Шыдап жүр деп. Ол бала үшін жүр, ертең бала өскеннен кейін ол өзіне команда жинап жатыр. Содан кейін отырыңыздар. Өзің балаларыңа өзің таланып отыр. Любой бала өзінің анасының көзімен қарайды әкесіне. Любой бала. Айтыңыз, Ерназаров. Келіншек келіссе болды, бәрі нормально шешіледі. Келіншек өзі реттеп береді ғой. Жоқ, біздің папа алтын, біздің папа күшті. Болды енді деп әйел өзі ақ реттейді ғой. Әйелді осы еркек тыныштандыратын болса, ол шешесіне де қарайды, туысына да қарайды, көршісіне де қарайды, бәріне қарайды ғой. Сол әйелмен күйеуде дұрыс емес болғаннан кейін, әйелдің көршімен де, туысымен де, енесімен де ұрсып жүретіні содан, біліңіздер. Ерназаров айтасыз ба? Болды ма, мистер, маған сұрақ бар ма? Болды, мен шыға алмай отырмын, жаңа. Шығаңыз, шығып кетесіз, қалай кірдіңіз, солай шығасыз ғой. Рахмет сізге. Ұрсып жүретіні қабылдағысы келмей кетті, иә, мистер Икс, иә? Жоқ, одан емес. Ойының бәрі тек баланы тығу болып тұрға, тықсам анаяқтан, болды, бәрі күшті болып кетеді. Жоқ, ертең обязательно кездеседі ғой. Обязательно кездеседі. Бірақ өмірлеріңізді таңдауды ұмытпаңыздар. Ой, қай өмірде қалатындарыңызды ұмытпаңыздар. Айтыңыз. Айтыңыз. Все, айтпасаңыз Инстаграм оқимын. Сенің келіншегіңде выбор болмай тұр, просто мойындау керек. Менде де сондай ситуация, амал жоқ, бала үшін үндемейсің, ішіңнен ол өте ауыр дейді. Красавица, классно, спасибо вам за такие эфиры. Спасибо, что вы меня смотрите. Знаете, без вас я никто. Не қыласыз ба, қосылмайсыз ба, үндемей отырсыз ба? Нақты сұрақ, иә, қыздар, кіреміз, 2x-пен сұрақ қоямыз, шығып кетеміз, иә? Деген эмоцияларсыз. Деген. Айтыңыз. Сәлеметсіз ба, Сымбат ханым? Сәлем. У меня такой вопрос. Как объяснить человеку, что он не прав не для достижения своего эго, а то, чтобы показать, что ребенок будет страдать? Просто мен 2 жылда бала менде тұрды да, у меня жил, получается, обеспечение, это понятное дело, что сол аяқ ауылға көшіп барады, мен жұмысқа кіремін, сол баламды алып кетемін дейді. Я пытаюсь объяснить, что ауыл жерде, бала не істейді. Ладно, там обучение бар, бірақ какие-то кружки қалада бар ғой. Я получается, кружкаларға бардым, бассейн деген сияқты для оздоровления. Соны дұрыс сөйлесем десең, в конце, как всегда, бір нәрсемен бітеді, айғай-шу баяғы. Агрессияға нетеді. Вот как попытаться человеку объяснить, что он как бы в этой ситуации бала туралы ойлау керек вообще? Заңды түрде айырылыстыңыздар ма? Да. Просто балаға қазір я понял, про что, насчет чего вы имеете в виду. Он жастан, по идее же, можно. Балаға сейчас только лет 10, понимаете? Просто Нет, был с опыт. 10 лет. По закону с 10 лет ребенок может выбирать, да. Просто у него был уже первый опыт. Второй брак қой бізде, у него второй со мной был брак. Просто бір баласы научок кетіп қалды да, қазір баласы вообще, короче, вы поняли, что
на жизнь вообще с другими глазами қарайды да. Я боюсь, что этот второй наш общий ребенок такой же получится, понимаете? Соны как объяснить человеку? Мне Не просто можете объяснить. конфликтовать, деген сияқты, и как-то ругаться Из-за вообще того, не что вы не смогли ужиться, поэтому же вы развелись. Нет, не можете. Только будете договариваться с ней, и все. Ну, Мне кажется, она, понимаете, если я уже- хочет забрать ребенка, она, мне кажется, вам мстит, да? Мстит, да? что он просто, понимаете, как бы вроде человек адекватный. Ну, вот эти поступки иногда бывают, что вот, ну, интересно просто. Қызық просто. Білмеймін. Адам движениесі емес та просто. Соны түсінбеймін мен просто. Вроде 10 лет прожили, я вроде думал как-то это. Оказывается, вообще не знал этого человека. Сон, как вообще, какие у меня варианты? Ну, только судебные, да, получается? Только судебный, Через- я келісеміз. Бірақ Просто я баланы сөйлесеңші, бір 2 жылдан кейін бала студент болады болды кетеді ғой. Не, ну ему сейчас 10 лет, а просто, понимаете, я просто как бы боюсь, с одной стороны, навредить и ребенку, чтобы как бы после моих действий ребенок не возненавидел мать, понимаете? Шешесі ғой бәрібір енді, бала-то ни при чем здесь, понимаете? Нет, не возненавидит он. Мгм. Никакой ребенок не возненавидит свою мать, нет. Мгм. Просто бір өзі көрсін да ол. Өзі көрсін, шешесімен тұрып көрсін. Не, понимаете, прикол в том, что қазір просто, может быть, кто-то слушает, сейчас думает, что ребенок не хочет на самом деле там жить, понимаете, с ней. И просто от Если того, что ребенок не хочет, көріңіз енді. Ну просто видите, я просто, знаете, до чего я додумался, просто, может быть, она боится, то, что если ребенок со мной будет жить, со временем, дескать, он перестанет с ней контактировать в тегенцах. Может, на этом уровне просто она боится. Да, чувство вины, да? Не из-за любви, а из-за чувства вины. И он боится, что контактировать. Может, вот это, как вот это. А когда он вот с вами это 2 года объяснение. жил, он не контактировал с мамой, да? Не, почему? Это без проблем. Как бы я ничего, я привозил ребенка, она приезжала. В принципе, проблем никаких не было. Понимаете? Просто вот эти вот иногда вот, я не знаю, может быть, солнце на нее влияет или солнечный удар дейді ғой сол жақта. Что-то очень в другую сторону бұрылып кетеді. Я не понимаю иногда ее выходки вот эти. Ну вот же Всё вы время. из-за того, что вы не понимали, вот поэтому вы развелись. Не, развод-то по другой системе получился, что появился третий человек у нее. Я просто не стал Нет. говорить, зачем смысл, да, про это не надо говорить. Нет. Вот, я просто... Третий Нет, человек да. появляется не просто так, знаете. Не, ну понятное дело, да, в семье одного виновата не бывает, все оба два виноваты, я понимаю. Просто в данный момент сейчас мне просто больше как бы беспокоит судьба ребенка. Все, мне остальное ничего не надо мне. Вот самое главное, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно. Ну пусть ребенок сам скажет, мама, я не пойду. Все. 13 лет он может отвечать за свои слова. Ну Нормально. ему сейчас 10 лет получается. Он давай разу, он да. Ну я вас понял, короче. Понял. Джо, ну, получается, ему сейчас 10 лет, он со мной 2 года жил, получается. А, Потому что он сбегал со школы, короче, домой не приходил, двигаться. Потом мы с ней договоренность была. Я говорю, ну пусть тогда ребенок со мной побудет, со мной поживет, как бы, посмотрим. Но он со мной начал жить, 2 года нормально жили, все как бы. И вот этот раз она говорит, типа, я его забираю в деревню. Тогда через суд договаривайтесь. Но это опять-таки же получается, опять-таки вред ребенку идет, получается. Конечно. Да, получается? Конечно. Ну, Всегда короче, вред. ну, понятно. Всегда вред ребенку. Да, да. Я вот поэтому я хотел спросить у вас, может, какой-то выход есть, чтобы без вреда ребенку, понимаете? Договариваться, я же вам сказала. Но бесполезно с человеком договариваться, понимаете, бесполезно. Если Я пытался. бесполезно, что делать через закон? Все, Ну, все, я понял вас тогда. Спасибо за ответ. До свидания. пожалуйста. Сондай ғой, екі адам ақымақ болған кезде ортадағы баланы бөледі. Еркек бауырларым дей береді, қолынан нан тұрса соларға бергісі кеп тұрады. Короче, біреу жақсылық жасап супермен болғысы келеді. Бөлек тұрамыз, енем өте беймаз, ұрыстырып кетеді, ауырса қолыма келеді дейді. Жоқ, у вас с мужем проблемы, енемен, туыстармен емес. С мужем не қылыңыз, жақсы болыңыз араңыз. Шешем разы болмай өлсе, өміріңді тозақ етем дейді. Кімнің өмірін? Шешем разы болмай өлсе дейді. Почему не үшін айтады? Ал, балам, тұр кел. Қазір мен балам тұрды, сори. Ал, балам, тұр. Ал, балам. Иронасың. Иронасың.
Kereйттердің батыры, Kereйттердің батыры. Ау, 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 ау. Ау, 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 ау. Телевизор қойып берейін ба? О, бисмилля. 일어나. 일어나지. 어? 오, 아이고. 어, Scream with family in the summer. Yeah, I'm some veggies. Orange. 오렌지. Color orange. Can you count? 2, 1, 2. So, here. 1, 2. Let's put a faceplate. Of course, we are going to choose which sticker face? This one. We'll put it here. Let's count it now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So this is. Let's find out. This is 가슴 놓으라인 봐. 좀 принципиально, 뭐. 오, 시원. number 12 is a super rectangle. That's why she has rectangle eyes. She can make 6 different rectangle shapes. And that gives her special powers. She can even split into teams. She could be 2 sixes.
Алло. Алло. Әпке, мен дауысым естіліп жатыр ма? Все. Мен балам жылап кеткен ғой, не болды? Айтыңыз. Все. Жоқ, баланы жылап кетсе, оны сұрақты да қоя алмай қалатын сияқтымын мен. Мен мына ерлі зайыптылардың ортасында бір сұрақты, общий сұрақ қояйыншы деген едім. Хотя чат GPT-мен сөйлессем айтады. Вообще, между женой и мужем, ну, имеется в виду, ну, короче, минет, он изменаға жата ма, жатпай ма, негізі. Я, например, не хочу, да, ну, андайлар болады ғой, еркектер. Ну, әйеліне, ну, она же моих детей кормит, например, да, и мен ашуланған кезде иногда бывает, что не то, что ашуланған кезде, ну, қырсығып, ну, такие люди встречаются, и я не считаю за это оны изменаға, или ол изменаға жата ма.